Қайырлы күн баршаңызға достар. Бүгін сіздермен өте дәмді болып жасалынатын панкейк жасадым. Дәмі өте керемет, жұп-жұмсақ, көріп тұрғандарыңыздай арасы керемет болып піскен. Сіздер де жасап көрулеріңізді ұсынамын. Өте дәмді болып шығады. Мен таңғы асқа дайындадым. Менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Тек қана бір ғана жұмыртқа қажет. Осылай таза ыдысымызға бір жұмыртқамызды жарып, 3 қасық немесе 2 қасық шекерімізді салып, араластырып, миксер де қажет етпейді. Өте үйде жасасаңыздар болады, дәмді болып шығады. Менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап кетсеңіздер болады. Алда менде өте дәмді тағамдармен бөлісетін болам сіздермен. Осылай нан содамызды салып араластырамыз. Барлық құрамын мен описание бөлімінде қалдырамын. Сол жерден көріп сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Таңғы асқа тез дайындалатын тәттіміз. Сүтіміз міндетті түрде жылы болу қажет. Осылай жылы сүтімізді құйып, шым-шым тұзымызды салып, ұнымыз міндетті түрде електен өткізгеніміз қажет. Арасы сонда керемет болып піседі. Осылай тегіс қылып, жақсылап араластырып аламыз. Ұнымыз түйіршіктер қалмау керек. Тегіс болып шығу керек. Көріп тұрғандарыңыздай қою емес, әрі сұйық емес, өте керемет болып шықты. Ал енді пешімізді жай пешке қойып, градусқа қойып пісіріп аламыз. Осылай барлығын бір келкетіп салып отырамыз. Бір қасықтан салып отырамыз. Ал беті тесікті ісік болған кезде арғы бетін аударып пісіріп аламыз. Өте тез дайындалатын тәттіміздің бірі. Осылай барлығын пісіріп аламын. Осылай барлығын бір келкетіп пісіріп алдым. Өте дәмді болып шығады. Арасы керемет болып піседі. Сіздер қорықпай жасап көрсеңіздер болады. Мен де ойлағам арасы піспей қалады деп YouTube'тан көргенде. Ал керемет болып піседі екен. Осылай барлығын жайып саламыз. Сіздермен болған передат өте дәмді болып шығатын панкейктер. Өте дәмді керемет.